Бүгінгі сабағымыз тұрақтылық деп аталады. Бұл дегеніміз YouTube алгоритмі тұрақтылықты қатты жақсы көреді. Сіз каналыңызға видео салған кезде бір видеоны салып, одан кейін бір айдан кейін барып екінші видеоны салуға мүлдем болмайды. Яғни, сіз өзіңіздің шама шарқыңызға қарайсыз, мен аптасына қанша видео түсіре аламын деген сияқты. Бағанағыдай үйде отырған әйел болсаңыз, 4-5 бала шағаңыз болатын болса, қолыңыз тимейтінін, қай кезде қолыңыз тиетінін, немесе мұғалім болатын болсаңыз, сіздің де сабақтан босаған кезде түсіре алатын уақытыңыз бар ма? Мысалға, мейкап жасайтын бьюти блогер болатын болсаңыз, сіз бір аптада қанша адамға мейкап жасайсыз және оның барлығын видеоға түсіре аласыз ба деген сияқты, бір аптаға қанша видео түсіре аламын деген сияқты анализ жасап қоюларыңыз керек. Менің сіздерге түсіндіргім келіп тұрғаны, YouTube'қа сіздер аптасына 2 видео, кемінде 1 видео салып отыруларыңыз керек. Таңдайсыздар, аптаның сенбі күні әрқашан сағат 6-да мен 1 видео шығарып отыруым керек деген сияқты. Немесе шамаңыз жетсе, аптасына 2 видео сағат 6-да сенбі немесе жұма күні салып отырамын деген сияқты өзіңізге осындай даталарды қойып алуларыңыз керек. Және де солай датаны қойғаннан кейін оны тұрақты түрде салып отыруларыңыз керек. Жаңағыдай бір видеоны салып, одан кейін 1 айдан кейін, 2 айдан кейін видеоны салуға мүлде болмайды. Өйткені YouTube-тың алгоритмі сіздің каналыңыздың активный емес екенін түсінеді, біледі, сөйтіп сіздің каналыңызды ары қарай продвижениеге жібермейтін болады. Ал егер де сіздер видеоларыңызды тұрақты түрде салып отыратын болсаңыздар, YouTube-тың өзі тұрақтылықты жақсы көреді, сондықтан да сіздерді басқа адамдарға ұсынады, рекомендовать етеді. Продвижениені YouTube сіздерге өздері беретін болады. Енді осы тұрақтылық бойынша мен сіздерге бір кеңес айтайын, лайфхак айтайын. Бір күнді белгілейсіздер, мен осы күні 3 видео түсіруім керек, немесе мен осы күні 2 видеоны түсіруім керек деген сияқты өздеріңізге белгілеп аласыздар. Сол видеоны сол күні түсіресіздер, 2 немесе 3 түсіресіздер. Мысалға алатын болсақ, повар кісі бір күні пирожкиді де пісіреді, бешбармақты да пісіреді, салатты да жасайды деген сияқты. 3 тамақты бір күнде пісіресіз, оның видеосын жасайсыз, монтажын жасап 3 видеоны дайындап қоясыз. Сол үшеуін сіз алдағы апта, 3 аптаға пландайсыз. Алдағы бірінші аптаға мен салатты салам, екінші аптаға мен пирожкиді салам, үшінші аптаға мен бешбармақты салам деген сияқты өзі пландап қоясыз. Сөйтіп, осы алдағы 3 аптаға сіз осы видеоларды салып отырған кезде, осы 3 апта сізде уже бос қой, осы 3 аптаның әрбір күнін таңдап, сол күні тағы да сіздер видео түсірулеріңіз керек болады. Яғни, осы 3 аптада түсірген видеоларыңызды одан кейінгі апталарға пландай бересіздер. Негізінде атақты YouTube каналдардың, продакшндардың барлығы негізінде осылай жұмыс жасайды. Ең алдымен олар 4-5 видеоны түсіріп алады бірінші. Одан кейін алдағы апталарына, күндеріне олардың даталарын қояды. Мен мына күні мынаны салам, мына күні мынаны салам деген сияқты. Яғни, олардың алдағы апталары уже бос деген сөз. Өйткені алдағы аптаға салатын аяқта видеолар тұр. Сол видеоларды салып отқан кезде олар одан кейінгі аптаға уже видео түсіріп жатады. Мінекей осындай. Бұл уже осындай рабочий заң деп айтсақ та болады. Ал егер де сіз бұлай жұмыс істемейтін болсаңыз, сіздің видео салатын күніңіз келді делік, бірақ сіздің видеоңыз дайын емес. Сіз сол күні асығып, үсігіп бір нәрсе түсірдіңіз, не болғанын білмейсіз, миыңыз ашып, көрермендерге де ол шекі ретінде көрінеді, оларға ол ұнамайды. Өзіңізде видеода толық не айтқаныңызды түсінген жоқсыз. Нақтысын айтқанда шекі бір видео шығады. Вот осындай онша емес деп айтайыншы, видео дайындамау үшін бағанағы мен айтқан кеңесті қолданыңыздар.